Алтын тақ, достар. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гаку Топ 10 назарларыңда. Мә, жаз бітіп қалды ма не деп аузыңды ашып түсінбей отырсың ба? Онда бұл мезгілдегі соңғы жеңімпаздарды бір тамашалап қой. Кеттік ендеше. Алдымен үміткерлерге тоқталсақ, бірінші Дәулет Тума қайтала туындысымен. Әнші бұрындары да үздіктер қатарына ұмтылған. Бәлкім тағы бір қайталап бағын сынап көргісі келген шығар. Айтпақшы, ол кезде Дәулет бірінші орынға көтерілмеп. Ендеше осы жолы қолдап жіберіңдер. Қане? La 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 менен бірге қайтала la 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 менен бірге қайтала. Екінші үміткерге бірінші орын керек. Иә, ол Армана есімді ару. Әннің аты сен маған керексің. Бұл әнімен әнші алтын тақты меңзеп тұрған анық. Арманайдың арманына қол жеткізуіне көмектесім келсе, Гаку.kz сайтына кіріп қолдау көрсет. Алдымен бейнебаянда бір тамашалап ал. Ондықты түйіндеген көзінде жұлдызы жанған Мадина Садуақасова. Бейнебаянда ару ұшат. Дәл солай ұшып барып, алтын тақтан ұстап алар деп үміттенеміз. Әрине Мадинаға қанат сыйлау сендердің еріктеріңде. Достар, дәл қазір Садуақасоваға қолдауларың ауадай қажет. Оп деп көтеріп жіберейікші. Ақшамдар жанып, аспандар жарық, ғажайыпқа бөлейді түнгі шырай. Болып сәт шіркін, жолықсақ бір күн жұлдызым менің жұлдызым ай. Мадинадан бір саты жоғары Диас Аблаев жайғасты. Осы Диас алғашқы бейнебаяндарда Айсұлу Әзімбаевамен төйлескен еді. Содан кейін қыздарға әлі келмейтін түсінген ау шамасы. Себебі соңғы екі туындысында да жігерсіздік танытып, жуас болып қалыпты. Бұрынғы қайратты жігіт қалпына келтіру үшін оның басынан сипаудың қажеті жоқ. Тек бірінші орынға жайғастырсаңдар жеткілікті. Жанарында деген Нұрлан Еспановтың күлкісі секілді хитке айналған Санда мен Кенталдың бейнебаяны өткен аптадағы орнынан еш қозғалмады. Сондықтан да дуэтке айтарымыз: простите, нам тоже жаль. Не істегенді? Халық дауыс бермей жатыр. Расымен де мына бейнеклипті көргенде көзіңе жас алып, жүрегің тебіреніп жатса, дауыс берші. Олар өйткені 8-шіде. Жаль, мы теперь чужие, жаль, просто разучились, жаль. Я больше не хочу мечтать. Мы теперь чужие, жаль, просто разучились прощать. Я больше не хочу страдать. Келі 7-ші орында Айдана Меденова. Ару 21 апта бойы менімен биле деп жүр. Басында биге шақырушылар көп ет, соңғы кездері азайды. Ұзын құлақтан естуімше Айдана жаңа ән жазыпты. Ол «Билесіш тез» деп аталады. Оны жарыққа шығармасын десең, ең болмаса бір саты жоғарылады. Жүрегім лүпілеп соғады сенде, үзіледі сенде. Сені ғана іздеп сен ол жүрдейді. Бүленейік бірге, қуанышты күйге. Қысылмашы сен келші, мені биле. Мені биле.
Төртінші орында Ғалымжан Молданазар. Қызылордалық жігіт алтын таққа жайғаспайынша күйзеліске ұшырап жүре береді. Әншіні одан құтқарудың бір-ақ жолы бар. Ол лайктарды жауын секілді жаудыру. Сол кезде бойын билеген дағдарысқа ашпау дейді. Өтпейтін ұзын қысқа, біздегі дағдарысқа дауа бар ма? Мендегі мың сұраққа, сендегі мың сұрақта жауап бар ма? Ауырады жүрек, ауырады. 5-ші орында тұрсаң деп Қайрат Нұртас жүрегін ұстап ән салып жүр дейді көзі көргендер. Валерьянка оған көмектеспейді. Дәрігерлердің айтуынша алтын таққа отырғызу керек екен. Ендеше көрермендерге айтарымыз, Gakku.kz сайтына кіріп қол ұшын беріңдер. Әйтпесе Қайрат ренжіп қалуы мүмкін. Қарам-қарам жол көп, аяғың басаңда, адасып қап жүрме бірақ байқа. Дүсілдеген тулап, жүрегіңді тыңдап, сыңай тауып сезім көрін шайқап. Өткен аптадағы қоласынан Әли Оқапов айырылып қалды. Бүгін ол 4-ші. Арулар, Әлидің жүрегіне жол табу үшін тамақ істей білу маңызды емес. Тек жақсы билей алсаңдар болғаны. Сондықтан дайындалыңдар, кездескен кезде ағаш сияқты қақиып тұрмас үшін. Өзіңді қайта көрсем дедім, жаным сәлем. Жүзіңнен жан жылуын сезем, жаным сәлем. Жаным сәлем. Сенде мен жайнайды бұл әлем. Күміс таққа Уақон Арбаның кенже ұлдары Рензо тобы жайғасты. Айтпақшы, төртеуі басында бір қызды сындырмақ болады. Кейін олары жоқ болып кетті. Бәлкім қой құрсын, мыналарын билеп қуып кетті ғой деп қашқан болар. Бірақ сенің көзіңнен жүрек жанып тұрған білем. Ендеше сол күйіңде сайтымызға кіріп дауыс бер. Қартайтпайтын фонтанның қайда екенін Дастан Оразбеков біледі. Бірақ оны ешкімге айтпайды, тек өзі шомылып жүре береді. Мұны әншінің түрімен қимылынан аңғаруға болады. Себебі Дастан мен құрдас жігіттер мұндайға жарамайды, тіпті қарындарын да көтере алмайды. Сондықтан Оразбековке өз атымнан бір лайк. Айтпақшы, ол күмістен жилет. Үздіктердің үздігі атанған жоқ, одан да өткенге көз жүгіртейік. Көзінде жұлдызы жанған Мадина түйіндеді. Ақшамда жанып, аспанда жарық, ғажайыпқа бөлейді түнгі шырай. 9-да Яс үнсіз отыр. Жанарында жатқан қалай жерсіз суаным, мәңгі тұншықтым білім. Нам тоже жаль. Санда мен Кентал 8-де. Жаль, мы теперь чужие, жаль, просто разучили, жаль. Разучились прощать. 7-де өзімен өзі Айдана билеп жүр. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, үзіледі сенде, сені ғана іздеп сен ол жүрде. Күйзелістен шыға алмаған Ғалымжан 6-да. Өтпейтін ұзын қысқа, біздегі дағдарысқа 5-те жүрек ауырған Қайрат Нұртас. Биш аруды іздестірген Әли 4-ші.
көрсем деп. Қола Қонарованың құлындары Рензода. We got to move, we got to move, we got to. Қартаймайтын дастан күмістен алқа тақты. Еліміздегі Урикот бодын намжа, бір сөзбен айтқанда қазақтың F5-і бұл аптада да үздік атанды. Ол әрине 91. Бестікті ешқандай машинамен салыстыруға келмейді. Себебі олар көзілеспес жылдамдықпен жүйткіп келеді. Бұл қарқындан танбаса алда қазақ шоу-бизнесін не күтіп тұрғанын елестетудің өзі мүмкін емес. Сондықтан қол соғып бас иемін, ал иғыздарды құттықтаймын. Сол алғашқы шағында бірге шағайықшы қайтадан өтінемін саған қалай айтамын айтпай қалай жай табамын сол алғашқы шағында шағайықшы қайтадан саған қалай айтамын айтпай қалай жай табамын сол алғашқы шағында шағайықшы қайтадан. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспей, мынаны да әнші дейді, керісінше ананы қолдау керек деп көңілің толмай отырса, онда оны өзгер. Ол үшін Gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше.